Бір дана қарт өзен жағасында отырған еді. Айналасын қоршаған әсем дүниеге ойлы көзбен қарап отыр. Әлденені күбдірлеп сөйлеп те қояды. Кенет суға құлап түскен шаянды көзі шалды. Ол суға батпауға тырысып, жанын сақтауға жанталасып жатыр екен. Қария оны құтқармақшы болып, қолын созып еді, оңдырмай шағып алды. Ол ауырсына айқайлап қолын тартып алды. Аздан соң қолын қайта созды. Шаян тағы да шақты. Ол қолын екінші рет тартып алды да қиналып айқайлап жіберді. Соған қарамай, сәлден кейін құтқармақ болып қолын үшінші рет созды. Тура сол кезде жағалауда бір кісі отырғанды. Ол кісі көріністі манадан бері бақылап тұрған болатын. Ақыры шыдамай: «Ақсақал-ау, қатарынан екі рет оңдырмай шағылдыңыз ғой. Соған қарамай тағы да құтқарғыңыз келіп жатыр ма?» деп дауыстайды. Қария оның сөзіне көңіл аудармады. Шаянның үздіксіз айбат шеккеніне қарамастан, ақыры оны құрғаққа алып шықты. Сосын әлгі кісіге қарай аяңдады. Қасына жақындап келді де: «Өзгелерді шағу Шаянның табиғатынан, ал басқаларға мейірімді болып, үнемі жақсылық жасау менің табиғатымнан. Оның табиғи болмысы менің болмысымнан үстем болмағанын қаладым» деген екен. Адамдармен қарым-қатынаста жақсы сипаттарыңды барынша әдемі пайдалан. Іс-әрекеттері қанша жерден жаныңды жарақаттап, жүрегіңді ауыртса да, таспен ұрғанды аспен ұр. Бұл жолда өзгелердің жанашырлығы жақсылығыңа кедергі болмасын. Кімге болса да жақсылық жасасаң, өз алдыңнан еселеп келерін ұмытпайықшы, ағайын.